Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Арнамызға қош келдіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Өмір күрес. Еврей сұрақ қоярдан бұрын өзі жауап береді. Осы екеуін ұмытпа. Сенің үстінен күлгендерге ренжімей-ақ қой, және өзгенің көз жасына ешқашан күлме. Ақымақтың шыға алмай жүрген жеріне ақылды басын тықпайды. Баспен жұмыс істемегеннің қалтасы жұқа болады. Бәрі уақытқа қарайды, ал уақыт ешкімді күтіп отырмайды. Байлығынды тірі күнінде бөліс, сонда сенің өліміңді ешкім күтпейді. Әлем адамдардың көптігінен емес, азғындардың көптігінен құриды. Біз Алланы күнәларымызбен, ал адамдарды жеткен жетістіктерімізбен ренжітеміз. Ешқашан мына үш нәрсеге күлмеңіз: анаңызға, әйеліңізге, туған отаныңызға. Егер махаббат бітсе, демек ол басталып та үлгермеген. Неғұрлым үлкен үміт арттым, соғұрлым көңілім қалды. Сізді ұнатпайтын жерге анда-санда барыңыз, ал жек көретін жерге мүлде аяқ баспаңыз. Ұл бала үйленіп, некеге қол қойған күні ақ ата-анасымен айырылысып кетеді. Егер өз мүмкіндіктеріңді өзің қолданбасаң, оны өзгелер қолданады. Адамдарға қандай көзқараспен қарасаң, олар сенің көзқарасындағы адамдар болып көрінеді. Кейде ең үлкен даналық не болса, соны сөйлемеу болып табылады. Адамды жақыннан танығыңыз келсе, онымен бір үйде өмір сүріп көріңіз. Досынан құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Жанжал үстіндегі ері мен әйелінің арасына түсіп нен бар? Бәрібір саған ешкім алғыс айтпайды. Ақыр соңында бәріне сен кінәлі болып шығасың. Нағыз бейшаралық аузын айтқанды құлағын естпеу. Ақылдылар ақылын жария етпейді, ал ақымақ өзін ақылдымын деп жарияға жар салады. Жаман әйел бұршақ секілді. Бұршақ жауса үйге қашасын. Қатының жаман болса үйден қашасын. Өзінде жоқ жомарт келеді. Ақымақты жұмсасан, өзін екі рет барарсың. Көп ұйықтағанның күні қысқа. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды көрінеді. Ақымақпен әңгіме айтып отырған данышпанды көрсеңіз, біліңіз, демек сіздің көргеніңіз екі ақымақ. Әділ адамның жолының болуы өте сирек. Өтірікші болғаннан гөрі білмеймін дегеннің артық. Шарап іштің, сырыңды білдірдің. Алыстан қарағанда адамдардың барлығы жақсы. Қателестім дегенше ақылымды толықтырдым дей бер. Кейде адамдар өзін аяққа тұрғызғандарды ұмытып, олардың басына шыға бастайды. Қол беруін тоқтатса, ауыз алғыс айтуын доғарады. Данышпандар ақымақтарға алғыс айтсын. Олар болмағанда ешкім даналарды білмес те еді. Баласы жоқтар балаларды жақсы тәрбиелейді. Адамдардың бәрі өзінің деңгейіне қарап өзгелерді сынайды. Махаббат қанша тәтті болғанымен, одан компот қайнатып іше алмайсың.
Өмірде ең сенімді түрде өлімді ғана айта аласың, себебі ол хақ. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Жастық шағында алған білім, қартайған шағында даналыққа жетелейді. Тоқ ит егесін тыңдамайды. Үй алатын болсан, алдымен көршілерін жайлы сұрастыр. Жақсылық ұзақ есте қалады, ал жамандық одан да ұзақ. Ақылдыдан сұрама, білгеннен сұра. Ақылды өмір сүру үшін тамақ жесе, ақымақ тамақ жеу үшін өмір сүреді. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.